институттың жаңағы студенттермен сөйлескен кезде кім білесіздер ме деп сұрағанда көбі білмейді. Бұл кісі ондай жолды көтермейді. Сіздер қазір оны самолетқа отырасыздар, мен сіздерге кепілдік беремін, жолда қайтыс болады. $500,000 счетыңды айт дейді. Айналайындар, жұмысты қоя тұрайықшы, бір уақытқа жұмысты қояйық та өзіміз бір демалайық, жақсылап Қапшағайға барайық деген. Аға, жалпы маман қалай қалыптасады? Құдайдан келетін тылсым күш пе, әлде жүрегілі игерілетін нәрсе ме? Қалай ойлайсыз? Адам өз үшін өмір сүре ме, әлде бір мән үшін өмір сүре ме? Көп тамыры шешімі жоқ сұрақтарды осы ажал деген мәселе бізге ашып береді. Жақындарыңыз үшін өзіңізді құрбан қылуға дайынсыз ба? Сұрақтарым кейін екен. Ойланар сұрақ, еш қоймаған сияқты сізге. Амажан қосанып қадасынып қойды ма? Бісміллә, рахман рахым деп айт әуелі. Бұл балам нағыз ғылымның сөзі мәуелі. Жүрегімде зәкір салауат, кеудемде жан аманат. Басында тәж дәулет, құлағымда азан қаумет, көзінде нұр Мұхаммед, мұрнымда ырзық жәннет, аузында кәлем шахадат, қолымда қайыр сақауат. Бісміллә деп айт әуелі. Бойыңда Алла тәбәрәк, мойыңда парыз сүннет уәжіп мұсахаб, жүзіңде иба әдеп, қалыбыңда иман әдет, иығыңда қос періште ой берекет, беліңде кемер қуат, тізеңде ізет құрмет, рухыңда ақыл парасат, нәпсіңде сабыр қанағат, аяғыңда жол шариғат, алдыңда ақ қолаң бір тарихат, діліңде мағрипат, мақсатың бір хақиқат болмаса, сүрген ғұмырың көрген қызығың далбаса, баталған пірден атамнан қалған сөз еді. Үйреніп ал балам, көп жүр қоймас мендаса. Деп бағдарламамыздың басын бісміллән бастау жөн көрдік. Қазақта аталы сөз бар, бісміллә, бісміллә, іс қылма деген. Эфирде сойқан сұхбат бағдарламасы, бағдарламаның жүргізушісі мен, Бейсенбай Жұматұлы. Бүгінгі кезекті қонағымыз Отбасы Христиан Байтас қоғамдық қорының мүшесі, жазушы, аудармашы, бірнеше кітаптардың авторы Сәкен Нұрқабекұлы. Аға, қош келдіңіз. Қош көрдік. Жағдайыңыз қалай? Аман есенсіз бе? Малжан аман ба? Бәрі жақсы. Рахмет сұхбат бергеніңізге, уақытыңызды бөліп. Жаңа айтып қалдым көрермендерге, бірнеше кітаптың авторы деп. Махаббаттың мәні, мамандықтың мәні осы жылы шыққан. Құрметті достар, менің қолымда Мамандықтың мәні атты кітап. Ол кітаптың авторы Сәкен Нұрқабекұлы, осы жылы шыққан. Жалпы сұхбатымыз осы туралы кетеді. Аға, жалпы осы туралы кітапқа қозғалып өтсек, жалпы бұл кітап не туралы, қандай адамға тағылым тәрбие береді? Жалпы мамандықтың мәні неде? Маман қалай қалыптасады? Кітаптың жарық көргеніне әлі екі ай ғана уақыт болды. Мамандықтың мәні деп атайтып тұр, адам мамандыққа байланысты екен. Бірақ бір адамдарда шатасы болады мамандықтың мәні дегенге. Бұл кітап таза профориентацияға ғана арналған. Бұл арқылы жастар отырып тек мамандығын қалай таңдау екен, қандай мамандықтың түрлері бар екен, оны қалай таңдаймын, соның жолдарын үйретеді екен деп қабылдайды. Біз олай емес. Бұның ішінде жалпы кәсіптің, тек қана мамандықтың мәні демейді, мамандықтың мәні кәсіптің, жасампаздықтың, іс-әрекеттің, белсенділіктің өмірдегі сондай бір кең тақырып. Ішінде сол мамандық негізгі бір линия болғандықтан соны тақырып алып беріп отырмыз. Және бұл жерде мамандықтың мәні деп тұр. Мәні дейтін бұл мәні деп беріп отырғанымыз бұл кішкене бір философиялық талдау десек те болады. Жалпы мамандық мәселесі кітап дүкендеріне кірсеңіз толып тұр кітап. Әсіресе орыс тілінде мамандықты қалай таңдаймын, кім болғым келеді, балаларға арналған, қалай таңдаймын, өзімнің бейімімді қалай анықтаймын, кім болғым келетін, неге қабілетім бар екенін қалай анықтаймын деген бағытта кітаптардың толып тұр. Бұның басты айырмашылығы не десек, ол кітаптардың басым көпшілігі индивидуалды психологияға, мотивациялық психологияға негізделген. Жалпы адам бір өзінің бағытын анықтап, сода баса беру керек деген сияқты бағытқа арналған. Ал бұл жерде біз кішкене философиялық шегініс, жалпы не үшін сен мамандықты таңдауың керексің, жалпы не қажеті бар, не үшін сен бір саланың маманы болуың керексің, маман болған жағдайда сен не бітіре аласың, кім үшін жалпы маман болуың керексің деген сияқты түрлі философияда бұны кез келген саланың негізгі түбін, антологиясын дейді, негізін ақтару үшін қойылатын негізгі сұрақтармен осылай талдап, содан кейін барып кітаптың арасында әрине профориентацияға қатысты да,
жастардың мамандығын қалай таңдауға болатындығын да, жалпы қандай мамандықтың түрлері барлығы жөнінде де бір мәселелер тоқталады, бірақ бұл бір кітаптың бір 20%-ын ғана құрайтын шығар деп ойлаймын. Алдында осы кітапты оқып шықтым мен. Шынымды айтсам, 3 сағаттың ішінде оқып шықтым, қатты қызықтым. Сол кезде ішінде Нұртас Қазыбаев дейтін бір кісі бар, мамандығына қатты жақсы көрген, мәнін тапқан. Сол туралы айтып өтсек, жалпы қазіргі медицинада оқып жатқан жас жеткіншектер, жасөспірімдер сол кісі туралы біле ме? Жалпы кең насихатталып жүр ме қазіргі таңда? Иә, жалпы Нұртас Қазыбаевтың есімін қоғамда көп адам біле бермейді. Кезінде бір зиялы қауым өкілдері болған адамдар біле береді. Себебі оның әкесі білеміз, Кәкімжан Қазыбаев деген осы 80-ші жылдары ЦК-ның орталық комитеттің идеология бойынша басқарған сондай бір журналист болған, сол кісінің баласы болғандықтан сол зиялы қауым өкілдері белгілі бір деңгейде біледі. Шешесі Орынша Қарабалина, ол кісі де бір Ұзақбай Құлымбетовтің қызы дейді. Ол да кезінде совет кезеңде өте үлкен қызметте болған адамның, зиялы қауымдардың өкілі, сондықтан шағын топ біледі. Мен ойлаймын, дәрігерлердің арасында да солай шығар деп, барлық дәрігерлер, әсіресе қазіргі медицина факультетінде оқып жатқан жастар бәрі біледі деп ойламаймын. Мен сұрап та көрдім. Осы мединституттың жаңағы студенттермен сөйлескен кезде, білесіздер ме деп сұрағанда көп білмейді. Бірақ дәрігерлердің арасында білетіндер бар, оның өзі, бірақ орта буын біледі. Бұл жерде ол кісіні неге таңдадық? Мен жалпы мамандықтың мәнін тарқату барысында кітапты негізі толықтай дерлік сол Нұртас Қазыбаевтың өмірімен талдап беруге тырысқан едім, бірақ менің қолымда оған қатысты өмірлік фактілер, деректер кішкене аздық етті да, сондықтан ол кітаптың толықтай емес, белгілі бір деңгейіне ол кісінің өмірлерін мысалға бердік. Неге бұлай істедік? Неге дәрігерді бердік? Неге қарапайым басқа бір бердік деген сұрақ қоятын болсақ, жалпы мамандықтың мәні деген кезде қазіргі қоғамда, бүгінгі қоғамда оның мәні жетістікпен өлшенетін болған. Барлығы жетістікке жету деген, успехқа қол жеткізу деген сөз қазір жаппай модаға, сәнге айналды да. Ал жарайды, солай болсын. Жетістік деген не деп сұрақ қоятын болсаңыз, ол міндетті түрде екі критериймен есептелінеді. Атақ өте биік деңгейде, жаппай бір танымалдыққа қол жеткізу, немесе өте қыруар ақшаға кенелу, табысқа қол жеткізу. Екі термин. Жалпы бүгінгі қоғамда, әлемдік қоғамда кімдер жетістікке жеткізді деп көшеден былай сауалнама жүргізіп көрсеңіз, барлығының айтатыны Илон Маск, Стив Джобс, сондай. Жетістік деген сол бір бизнестің әлеміндегі болған жетістік қана жетістік деп болады. Сондықтан да біз сондай бір өзімізге талап қойдық. Мамандықтың мәні тек жетістікпен, табыспен есептелмейді. Сондықтан біз мына кітаптың ішінде дәрігерді бір кейіпкер қылып алдық, және оның ішінде Нұртас Қазыбаевтың өмірі шынымен де мамандықтың мәнін ашып беруге өте лайық. Енді өзіңде оқып шықтың деп отырсың, өте сондай бір лайық тұлға. Және біз біріншіден ол Қазақстанның, осы біздің территорияның ішінен шыққан адам болу керек, және ол бір қарапайым мамандықтың иегері болу керек деп. Одан да басқа мысалдар бердік қой, олардың барлығын сондай критериймен алдық. Біз жаңағы енді ішінде әрине жаңағы кімдер, Стив Джобстар да мысалдың арасында кетеді, бірақ мұндағы кейіпкерлердің барлығы осы Қазақстанның ішіндегі және бір әлемдік деңгейдегі танымалдыққа қол жеткізбесе де, өзінің мамандығының бір ең биік белесіне жете алды деп айтуға болатын адамдарды мынаның ішінде мысалы келтірдік. Соның ішінде Нұртас Қазыбаевтың өмірін өзіңде оқыдың, өте оның кәсіби біліктілігі жаңағы әлемдік деңгейде, шынымен де сондай деңгейде өлшенеді. Ана бір мысал бар ішінде. Ол осы кісінің өміріндегі оқиғаны мен бұл кісі қайтыс болған жылы естідім, және осы оқиғаны да сол жылы естіген едім. Америкадағы бір үлкен топ менеджер жүрегінен ұстап құлайды, қателеспесем Шеврон компаниясының топ менеджері болуы мүмкін. Қазақстанға енді келіп жатқан инвестор, Қазақстанға енді келіп жатқан кезде ол қазіргі сияқты емес, оларды бүйтіп алақанында ұстайды, олардың күзеті күшті. Сөйтіп тұрған Қазақстанға енді келіп жатқан инвестор жүректен ұстап құлаған кезде жаңағы бүкіл біздің дипломатия дүрлігеді ғой. Министрліктен жаңағы денсаулық сақтау министрлігіне звондайды, ол денсаулық сақтау бүкіл ауруханаларды аяқтан тұрғызады, ананы қалай жаңағы аман алып қаламыз деген әңгіме. Мына жақтан елшілік араласып жатыр, мына жақтан үкімет үйі, Ақорда араласып жатыр деген сияқты. Ана жақтан Америкадан қоңырау түсіп жатыр.
не істейміз деген кезде бірінші таңдау бұны Израильге апарамыз, тезірек сол жаққа жеткізу керек, сол жақта жүрекке операция жасау керек деген бұлардың өздерінің енді қалыптасқан түсінік қой, бірдеңе болса Израильге апару. Сол кезде енді ол кезде Нұртас Қазбаев жас дәрігер, жоқ болмайды, бұны жаққа апаруға болмайды, бұл кісі ондай жолды көтермейді, сіздер қазір оны самолетқа отырғызсыздар, мен сіздерге кепілдік беремін, жолда қайтыс болады. Сол кезде бізге Қазақстанға ешқандай да жауап не қоймаңыздар, айып таппаңыздар. Олар ол жаққа мынаның жүрегі қазіргі халі, денсаулығы оны көтермейді жол. Жарайды, не істейміз дейді, операция жасау керек, ота жасау керек, және дәл қазір жасау керек. Оны таң қалады. 90-шы жылдардың соңында жалпы Қазақстанның медицинасы Америка үшін, Европа үшін мемлекеттің соңы станмен аяқталатын мемлекеттердің барлығы Ауғанстан деп есептелінеді. Барлығы сол бір стан деп қарайды олар. Яғни 90 сондай Америкада тұрып Ауғанстанға барып жүрекке операция жасату олардың төбе шаштық түрі. Бірақ мына жақтан дәрігер үзілді кесілді солай істеу керек деп айтып отыр. Ары жаңағы Израиль ана жерде қоңырау, телефон, үкімет араласып жатыр. Амал жоқ, ең соңында жарайды операция жаса деп келісім береді. Қайрат жаңағы кім операцияны бастайды. Операция өте сәтті өтеді, жүректен аяқтан тұрып кетеді. Еліне барғаннан кейін жаңағы Қазақстанға сенбейді, ол қайтадан сол Америкадағы ең бір беделді клиникаға барып жүрегін қайтадан тексертеді. Томография өткізе ма, не снимок жасайды. Сол кезде сол дәрігерлердің айтқаны Америкадағы, сіз өте сондай бір өз ісінің шеберінің қолына түскенсіз, сіз тіпті жаңағы Израильге аман жеткеннің өзінде сізге мұндай деңгейде операция жасай ала ма, жасай алмай ма, ешқандай под вопросом дейді. Әлемдік деңгейде мұндай деңгейде операция жасайтын өзі бір саусақпен саналатын 5-6 ғана маман бар дейді. Соның біреуінің қолына түскенсіз. Енді олар енді шофтар дейді, тігісінен, несінен барлық несін біліп отыр ғой. Яғни сондай әлемдік деңгейдегі маман Нұртас Қазбаев ол кез келген уақытта әлемнің оған Канада болсын, жаңағы ақш болсын, Франциядан, Израильден де шақырту түскен. Украина, мына жақта Ресей, оларды айтпағанның өзінде. Ондай деңгейге маман ол кезде $10,000 жалақы алады әлемде. 90 жылдар Қазақстанда енді $10,000 тұрмақ, $1,000 өзі қандай екен дейсіз. Нұртас Қазбаев бас тартады. Яғни менің өмірлік мақсатым ол жақта қыруар табысқа кенелу емес, Қазақстанның медицинасын дамыту, әлемдік деңгейге көтеру. Осы жерде біз былай пафосно айтыла береді ғой, менің жаңағы өмірлік мақсатым Қазақстанның көк туын желбірету деп былай қоғамда айта береміз ғой. Ал мына кісінің мысалында біз оны талдап береміз. Талдаған кезде экзистенциялық талдау дейді, философиялық талдау дейді. Яғни өмірде болған оқиғаларын талдайсың, сол арқылы білесің. Оның арманы шынында да Қазақстанның медицинасын көтеру. Бұл арманның өзінің аты бар, трансцендентті арман деп айтады. Арман деген әртүрлі бола береді. Мен мысалы атақты болғым келеді деп армандасам, ол да арман. Соны ол арман мен бұл арманның екеуінің айырмашылығы не екенін түсіндіру үшін мен тағы да философиялық инструменттерге жүгінемін. Бұл трансцендентті арман, яғни жеке басына, қара басына бір күйбең дүниелік, арзан дүниелік нәрсені көздемей, оның бір басы жаңағы трансценденция, тылсым әлемге байланысып жататын, ғайып әлемге, елдік мұрат қазақша айтуға болады. Және шынында да солай істеді. Ол кісінің басқарған жаңағы Совминның больницасы деп айтады, ол кезде орталық Алматыдағы клиника ТМД елдері бойынша ең бір білікті клиникаға айналды. Осының өзі бір мекеме көтерілсе, соған қарап басқа ауруханалар бой түзейді. Яғни белгілі бір деңгейде Қазақстанның медицинасын көтеріп тастады. Жаңағы америкалық, мен аяқтай салайын, жаңағы америкалық топ-менеджер өзі жүрегі барлығы отасы сәтті аяқталғаннан кейін қайтадан іздейді ғой жаңағы дәрігер, қоңырау іздеп хабарласып, маған әлгі жаңағы операция жасаған тауып беріңдер деп. Тауып береді, қоңырау шалып, мен саған ризашылығымды білдіргім келіп тұр, қазақша айтқанда саған атағаным бар, $500,000 счетыңды айт дейді. Бұл кісі бас тартады, маған керек жоқ ақшаның дейді. Бұл таң қалады енді америкалық капиталистік жүйедегі адамдар үшін ол таң қалатын нәрсе. Қалай керек жоқ ақша? Жоқ, мен саған аударамын деп, мен саған өзім ниеттеніп қойғам деп. Анық бергіңіз келіп тұр ғой, бергім келіп тұр. Ондай болса сәл күтіңіз дейді да. Тізім жазып береді.
Біздегі жаңағы Алматының Жетіспейді. Совменнің ауруханасына мынандай да мынандай медициналық аппарат керек, Қалқаманның ауруханасына мынандай да мынандай аппарат керек, бірнеше аппараттың тізімін жазып береді. Таң қалады, басын жайқайды, жарайды ондай болса деп Қазақстанға аппараттарды алып береді. Сол кезде ең алғаш енді мен лапароскопиялық аппарат дейді, жаңағы бір ота жасаудың сол кездегі бір ноу-хау технологиясы ғой енді. Ол кезде алғаш келген аппарат деп айтылады. Сол лапароскопиялық аппаратты сол Нұртас Қазыбаев әкелген, сондай жолмен өзіне беріліп тұрған ақшаға Қазақстанға алдырған. Яғни осының барлығы жаңағы өзінің қазақ медицинасына әсер етіп отыр ғой, көтеруіне себеп болып отыр. Енді осындай талдаулар бұл кісінің өмірін қазір мысалға айта беретін болсам, тек қана өмірдің өзі өте көп, және әрбір әңгімесі жаңағы аузын су құрып айтып отыруға тұрарлықтай. Сонымен қатар мына кітаптың ішінде Нұртас Қазыбаев бір керемет естелік бар. Шетелде жүріп дер кезінде хабарласып елге орал деп шығып ота жасау келгенде дер кезінде билет алған. Ол да жаңағы оның бұны да жай ғана философиялық тұрғыдан, экзистенциялық тұрғыдан, өмірлік тұрғыдан талдап бермесең, жай ғана оқып өтіп кете салатын нәрсе. Былай адамдар ол жұмысына берілген адам екен, ондай да адамдар болады деп таңдайымызға алып жүре беруіміз мүмкін. Сондықтан соны талдап беру керек болады. Ол өмірлік сол мұрат тұтып бір бағытты өзіне қойды ғой, арман қойды. Соның жолында көп нәрсені құрбан етуге тура келеді. Ол құрбан етудің ішінде ол экзистенциализмде кәдімгі құрбандық деген үлкен тақырып. Сол құрбан етудің ішіне не кіреді деген кезде, сен күндегі өмірдегі сауық сайраның кіреді. Сен жаңағы бір жерге барып көңіл көтергің келеді. Сенің бір жерде жаңағы беделді болып көрінгің келеді. Сенің бір жерде тағы бір жаңағы телеарналарға шығып, неғып ешкім Нұртас Қазыбаевты танымайды. Өйткені оның уақыты жоқ, бүйтіп қоғамдарға шығып, эфирден сөйлеп, жаңағы әдемі болып, қоғамдық істеп. Оның ішінде тағы да бір мәселе бар қызықты. Нұртас Қазыбаевтың өмірі логотерапиядағы өмірлік австриялық 3 психологиялық мектептің бағыттары бойынша талданады. Бірінші біз білеміз, жиі айтылады осы логотерапияда, біздің отбасы хрестоматиясында шыққан кітаптарда жаңағы Фрейдтік мектеп дейді, алғашқы мектеп. Ол алғаш мектеп келеді, адам құмарлық үшін өмір сүреді, бүкіл құмарлығын тарқату керек, өмірге не істегісі келсе соны істеу керек дейді. Екінші Адлер мектебі келеді, ол тұрады, адам статусқа қол жеткізу керек, атақты болу керек. Үшінші логотерапия келеді, ол айтады, адам өмірлік ішкі мән мұратын жүзеге асыру керек, мән іздеу үшін келді адам бұл өмірге дейді. Яғни осы 3 немен Нұртас Қазыбаевтың өміріне талдайсың. Нұртас Қазыбаевтың әкесін жаңа айттық, Кәкімжан Қазыбаев өте беделді, ЦК-ның басында отырған адам. Ол ортадан балалары, жалпы сол кездегі 80-ші, 70-ші жылдарда, 60-ші жылдарда үлкен қызметте болған адамдардың ұрпақтары, зиялы қауымның ұрпақтары қазір белгілі бір деңгейде біздің Қазақстанның осы 30 жыл бойы Қазақстанның билігінің басында жүрді. Қалай жүрді деген кезде, яғни сол ұрпақтың балалары міндетті түрде Москваға барады да оқиды, юрфакты оқиды, заңды оқиды, жаңағы экономиканы оқиды. Сондықтан олардың болашақ золотой квадрат дейді, ол қазір де бар жаңағы. Өзінің ортасынан қыз алысып қыз берседі, сыртқа шығармайды деген сияқты. Бұл Нұртас Қазыбаевтың өмірі де солай болу керек болған. Жас кезінде ата-анасы, жаңағы туған туыстары оған сен Москваға барасың, заңды оқисың деген сияқты талап қойған кезде, жоқ, мен биологияға қызығамын, мен адамның анатомиясына қызығамын, мен дәрігер болғым келеді. Бәрі таң қалады, ей, дәрігер не, сен дәрігер деген білесің ба, қанша жыл оқисың, қалай жұмысы қандай ауыр білесің. Қоярды қоймайды, ақыр соңында өзінің еркін іске асырады, дәрігер болады. Жарайды, осы жерден жаңағы Фрейдтің мектебі келеді. Оның өмірінде мүмкіндік болды, қатты қиналып оқымай-ақ, былай енді оқиды ғой енді, бірақ өзін сонша азапқа салмай-ақ жеңіл-желпі оқып, рахаттанып өмір сүруге, ақша бар, табыс мәселесі сонша қинамайды, бірақ ол басқа күрделі жол таңдады. Екінші өмір тағдыр оған тағы бір мүмкіндік берді. Жарайды, туған туыстар айтты, сен ақыры жаңағы медицинаны таңдаған екенсің, онда сол жолмен карьера жаса, статус жаса, жаңағы Адлердің мектебі келеді. Енді ол оған тіпті министр, денсаулық сақтау министрлігі бол деген ұсыныс бірнеше рет түскен, бірақ ол бас тартады. Жоқ, менің өмірім, мақсатым жаңағы мансапқа, карьера жасау емес, мен дәрігермін,
менің жұмыс орным операция үстелі деп бір жола соны өзі таңдайды. Яғни осындай бір кез келген мәселесін осы өмірдегі көптеген оқиғаларын осылай талдаймыз. Ол жаңағы құрбандықтан басталды ғой әңгімесі. Достардың естеліктерін бәрін біраз достарыммен өзім тікелей естелік жинаған кезде болдым. 2-3 адаммен сөйлестім. Сол кезде жаңағы достар айтады, бір өзіміз барамыз жаңағы. Айналайындар, жұмысты қоя тұрайықшы, бір уақытқа жұмысты қояйық та өзіміз бір демалайық, жақсылап, жаңағы Қапшағайға барайық деген сияқты. Мүмкін емес Нұртаспен бару дейді. Барамыз, жаңағы отырамыз. Міндетті түрде 2 телефон жүреді. Қалтасында. Телефонда маза жоқ ешкім. Иә, телефон ешқашан сөндіруге ол кісілер үшін ол киелі дейді. Телефонды ешқашан өшірмейді, несін толықтырып жүреді. Енді ол кезде кнопочный телефон. Қапшағайға барамыз, отырамыз, сол кезде телефон шырылдайды, уже білеміз. Бір науқастың денсаулығы сәл мынандай болып жатыр деймін, орнынан тұрады да ешқандай рұқсат сұрау жоқ, кете береді. Болды. Өмірінде 2-ақ рет отпуск алған, 1-ақ рет сол отбасын енді шетелге апарғысы келген ғой. Онда да сол Түркияға бір рет апарайын деп Стамбулға түсіп, жаңағы Анкара ма, Стамбул ма, сол жаққа түсіп, жаңағы енді қыдырып бастаған кезде Алматыдан звондайды. Осындай кісіге операция жасайын деп жатыр еді. Тым болмаса нұсқаулық беріп жіберіңіз деп. Сол жерден отбасын қалдырды, өзі кері қарай жалғыз сапардың өзі сөйтіп аяқталады. Яғни немесе тағы бір мысалды бердік ішінде, анау Израильге барады, Израильде бір досымен кездеседі, екеуі де дәрігерді оқыған жаңағы. Сосын анау досы Израильдің бүкіл қалаларын аралап, көрікті жерлерін, жаңағы музейлерін аралап, сосын клиниканың ішіне кіргенде Нұртаспен кезігіп қалады ғой. Ол қашаннан бері жүрсің дейді, 2 айдан асып кетті дейді ме, 1 ай ма, 2 ай ма соның ішінде жүргенде. Қалай қаланы араладым, біз еш жерге шыққан жоқпын дейді. Шыққан жоқ, оны шыққысы келмейді емес, оның да шыққысы келеді, оның да көрікті жерлерді көргісі келеді. Бірақ барынша ана Израильдің технологиясын барынша көбірек алып қалсам, барынша келіп Қазақстанға соны енгізіп қалсам деген арман жаңағы оның басқа да бір нелерін құрбан етуге алып келеді. Керемет, мықтылау болған. Аға, жалпы маман қалай қалыптасады? Жалпы маман Құдайдан келетін тылсым күш пе, әлде жүрегілі игерілетін нәрсе ме? Қалай ойлайсыз? Енді бұл нәрсе дау-дамай талас көп. Бейім, тәңірлік бейім деп айтамыз. Тәңірлік бейімді жаңағы біз жаңағы Құдайдан келетін деген дарын дегенді тәңірлік бейім деп айтамыз. Яғни оны ешкім жоққа шығара алмайды. Бұл нәрсе бар. Адамның қарым қабілеті деген нәрсені де жоққа шығара алмаймыз. Адамның бейімі дегенді жоққа шығара алмаймыз. Дарын, талант, бұның ешбірін жоққа шығара алмайсың. Бірақ біз мұнда экзистенциализм философиясымен талдадық деп отырмыз ғой. Экзистенциализм философиясының бір ерекшелігі бар. Ол адамның қаншалықты дарынды болғанын, қаншалықты қарым қабілеті күшті болғанын, генінің қаншалықты сондай бір ерекше болған, ана ата тегінен келе жатқан. Қазақтарда солай ғой, зергердің баласы зергер болады. Неге дейсің? Анау 2 атаңнан 3 атаңнан бері сен зергер болса, одан оның баласы міндетті түрде бірдеңеге өзі басқалардан гөрі артық болып туылады. Оны ешкім жоққа шығармайды. Одан бөлек жаңағы тәрбие деген мәселе бар. Ол бала кезінен соған қалай бейімдесе, тәрбиелесе, оны көрсе, көзінен ашқаннан бастап жаңағы қалай темірді қалай майыстырып, темірді қалай соғып, оны қалай балқытатынын көріп жүрсе, міндетті түрде ол басқалар сияқты көбірек оқымай-ақ біліп тұрады. Яғни оның ешбірін жоққа шығармайсың, дарынды, талантты. Бірақ экзистенциализм философиясына адамның бойындағы дарын, талант қызық емес. Себебі бір адамдар, оны біз қоғамда өзіміз күнде көріп жүресіз, барынша талантты, шебер, бір іске икемі бар, бірақ ол пайдаланбайды өзінің талантын. Ол өзінің дарынын іске асырмайды, жеткізбейді. Ондай болса, ол дарынның адамға не қажеті бар? Немесе сол дарынды, сол бойындағы қабілетті сен неге қай іске саласың? Яғни ол зұлымдыққа да жұмсауға болады, ол құрал ғой өйткені. Оның ішінде біз мына жақта соны тікелей соны негізгі сұрақтар дейді. Адамның қарым қабілеті құрал ма, құндылық па? Мамандық деген құрал ма, құндылық па деп барлық сұрақ, әрбір тақырыпты, әрбір мәселені, оны Сократовский диалог деп атайды. Әрбір мәселені сен тек қана жарыға талқылап кете бермейсің. Сол сұрақты жаңағы мамандық дедің ба, мамандық деген құрал ма, жоқ құндылық па? Соны бірінші ортаға қойып аласың. Сол сияқты сенің қарым қабілетің ол құрал. Ал құралды біреу апарып деструктивті бағытқа салуы мүмкін. Яғни логотерапияда бір мысалды келтіреді, анау Америкада кезіндегі анау не деп айтатын еді? Вандалисттер
көшеде бірдеңені бүлдіріп нетіп жүретіндер. Соларды жаңа неге шақырып, жергілікті муниципалитет дейміз ғой, әкімшілік шақырып солармен келіссөз орнатылғаннан кейін олар керісінше вандалдарды әшкерлеумен айналысып жүреді, құмартып сол. Яғни мына деструктивті бағытында жүресің ба, жоқ әлде жасампаздық бағытында түсесің ба, ол адамның таңдау еркіне қарай қатысты мәселе. Ал жалпы мектеп бітірер шағын жасөспірім болсын, жеткіншек бала болсын, 16-17 жасында психолог тұрғыдан қысым көреді. Қай жолға барсам, қандай мамандық таңдасам, туған туыстар ата-анасы мына жаққа кетті дейді. Ал өзінің бір ішінде бір күресіп жатқан бір мән болады, бір түрткі болатын бір дүниелер болады. Сондай кезде қалай шығу керек ондай? Иә, ол нәрсе бар, қоғамдық қысым деген бар, отбасындағы болатын қысым, жалпы адамның өзіне қоятын қысымы деген бар. Оның ішінде мынау өмірде екі нәрседен қателеспе, мамандық таңдаудан және жар таңдаудан деген сөз бар ғой. Жалпы ол сөз дұрыс, енді дұрыс, бірақ ол сөзді бір қағида ретінде өмірлік мүлтіксіз орындалу керек қағида ретінде қабылдасаң, сол жерден қысым басталады. Ол мүмкін емес. Адам қателеспе деген, қателеспе деді екен деп мен қателеспей таңдауым ол мүмкін емес. Себебі адам мен таңдаған кезде қателеспедім екен деп таңдаймын, бірақ қателескенді талай уақыттан кейін білемін. Ол жар таңдауда да солай, мамандық таңдауда да солай. Сондықтан неғұрлым сен жаңа қателесіп кетпейін деген шаблонға ұрынсаң, соғұрлым сенде қысым болады, соғұрлым сен жаңағы қатты бір қысымнан босап шыға алмайсың. Сондықтан біз бұл мамандықта енді қазіргі осыда бір 3-4 жыл бұрын жаңа маман ұбт-ны тапсыра қалмаса, ұбт-ны тапсыра алмай қалып 9 этаждан секіріп кеткен оқиғалар болды. Жаңа бір жыл осы оқуды бітіре салған жылы оқуға түспесе, жаңа өзінің қатарынан қалып қойғандай жастардың арасында сондай бір. Оның барлығы жаңа қоғамдық қысым және ол орынсыз дүние, оның жетегіне кетіп қалуға болмайды. Сондықтан мамандықты адамдар әртүрлі ғой. Барлығын стандартты түрде қабылдауға болмайды. Сен барлық адамға ортақ стандартты ереже жазып бере алмайсың. Жаңа мамандықтан қателеспей болсын. Біреу міндетті түрде қателеседі. Бір бала бар, ол баланың дарыны ерте жастан көрінеді, қарым қабілеті, қай жерге дейін шаба алатыны, онда ол құбақ, ол өте жақсы. Мысалы Димаш Құдайберген. Оның музыкаға деген бейімі бар ерекше. Оның генінде де бар, оның тәрбиесінде де бар. Бала кезінен көзінен ашқаннан бастап сол музыкадан білім алды. Ол бір 7-8 жастан ақ оның, мен ойлаймын, ата-анасына оның қай жерге дейін шабатын көрініп тұрды. Сен сондай жастан балаңның бейімін көріп тұрсаң, ол қуанасың, сол бағытқа жібер. Бірақ олай бола бермейді әр адам. Біреу әбден есейген шағында таңдайды өзінің бағытын. Сондықтан біз бұл жерде мамандық деген нәрсені бір догма ретінде қабылдау алудың қателік екенін көрсетіп отыр. Ол бір мысал ретінде, мысалы мына Өзбекәлі Жәнібек туралы кітап, Өзбекәлі және Мәдени майдан деген кітапты мына қазақстандық биыл өте көп сатылды, көп оқылды, көп адам біледі. Осы кісінің өмірін берген кезде осы кісінің өмірімен түсіндіруге болады. Мамандығы тарихшы. Бірақ бір мамандықтың шаблонынан, құрсауынан шыға алмай қысылып отырып қалған жоқ. Өмір оны қай жерге апарып салды, сол жерден үнемі сол жерден бір дүмпу жасап отырды. Қазақтың ойы бойынша кім білікті маман? Өзбекәлі Жәнібек. Қазақтың жаңағы этнографиясын кім білікті маман? Өзбекәліден артық білетін адам жоқ. Ол қазақтың театрында апарып қойып қойсаң, ол театрында оятып жата береді. Ол мына салантта, мына салантта, мына салантта. Яғни бір мамандықты бір шаблонға салып тастау көп жағдайда керісінше зиян тигізіп жатады. Сондықтан біз мына тәпсірлеп түсіндірген кезде осы нәрсеге басымдық бердік. Иә, әрине кейбір мамандықтың түрлері бар. Оның бейімі, қарым қабілеті баланың 6-7 жастан анықталып үлгермесе, мәселен қазіргі гимнасттар, спорт, әсіресе спорттың түрлері, немесе билейтіндер, мысалы 14-13 жастан кейін денесі қатып кетеді. Ол баладан, ол қыздан би шығару қиын. Сондықтан олар 7 жастан. Кейбір мамандықтың түрлері сондай бар. Ерте бастан анықталу керек. Қалған адам егер мамандығыңды қате таңдасаң, еш қысылмай
соны түйсінген уақытта, соны түсінген уақытта аласың да өзіңнің бағытыңа қарай кете бересің. әрбірден соң мына кісілер еш уақытта мына кісі ғана емес, жалпы қазақтың зиялылары, алаш зиялыларын кез келген ала бер. Мысалы Міржақып неге алаш зиялылары бір өздері мына жақтан саясатпен айналысып жатыр, геосаясатпен айналысып жатыр, өздері әдебиетті жасап жатады, өзі жаңағы біреу Міржақып психологияны жазады, анау оқулық жазады, мынау оқулық. Қай жерде жыртық көрінді, қазақтың соның жыртығын жамаумен айналысып жатады. Яғни адам мұрат сол қызмет деген нәрсеге, көптің қажетіне жарау деген нәрсеге бағытталған кезде ол міндетті түрде қай жерге барып пазл болып қалану керек екен, қай жердің кірпіш болып қалану керек екен өзі тауып алады. Аға, жалпы мен жақында бір сауалнама жүргізгем, адам өз үшін өмір сүре ме, әлде бір мән үшін өмір сүре ме дегенде, сол кезде көп адамның жауабы ұнаған жоқ маған. Мен өзім үшін өмір сүремін, жан рахатым үшін қыдырам, жейм, ішем, жан жақта жүрем дегенде. Жалпы қоғамда көп қой, қазақтың тарихында мықты кісілер, Өзбекәлі болсын, басқа болсын, сол кісілер былайша айтқанда өз үшін өмір сүрген жоқ. Ел үшін, жер үшін, бір мән үшін, қазақтың ұлтын көтерейік деп. Нұртас Қазыбаев болсын, жалпы адам өз үшін өмір сүре ме, әлде бір мән үшін өмір сүре ме? Сіздің жеке ойыңыз, ғылым не дейді? Ол енді қазіргі қоғамда жаппай сипат алған ұран болу, адам өзінің үшін өмір сүруге. Оның да басы сол жаңағы фрейдизмнен басталып жатыр. Жаңағы Фрейд адам өзінің бойындағы барлық құмарлықтарын шығару керек, іске асыру керек деп, содан жалпы гедонистік өмір салты деп айтады. Бұл енді фрейдизм емес, ол антикалық дәуірден бері бар нәрсе. Адам гедонистік өмір салты деген не? Адам рахаттанып өмір сүру барынша. Бұл өмірге келдік па? Олардың да жаңағы ұран сол, бұл өмір екі рет берілмейді. Келгеннен кейін барынша рахаттанып, барынша шалқып өмір сүріп қалуымыз керек. Дәл сол ұранды мән деген ұғымды да басшылыққа алатын адамдар ұсынады. Жалпы Эмили Смит деген бір осы біздің заманымыздағы бір жазушы бар. Сол өзінің бір кітабында осы нәрсені өте керемет ашып береді. Адамның өмір сүрудің бүгінгі заманда өзі екі ақ салты бар. Біреуі гедонистік өмір салты, біреуі мән іздеп өмір сүру. Мән іздеу дегеннің артында қызмет деген, яғни мән іздеу деген қызмет деген ұғымға байланып тұр. Кез келген мән, тіпті живопись дейміз ғой, мысалы көркем өнер, сәулет өнер. Олар ойлайды, жаңағы мен өзімнің құмарлығым үшін, өзіме қызық болғандық үшін жасап жатырмын, бұл басқаларға қызмет болып есептелмейді деп. Тіпті сондай өнердің түрі түбінде де басқа бір адам сол нәрсені көріп, шабыт алу үшін, басқа бір адам көңілінде бір қандай да бір өзгерістер болу үшін жасалынады. Яғни сондай өнердің өзі біреуге бағытталып тұр. Сондықтан екі түрлі өмір салты бар. Біреу гедонистік, ол бүгінгі индивидуалды психология, бүкіл жаңағы кітап дүкендеріндегі толып тұрған мотивациялық психология, бизнесті қалай жаңағы жолға қоям деген кітаптардың барлығы емес, басым көпшілігі соған негізделеді. Қалай өзімнің өмірімде осылай қызықты, сауық сайран құрып, барынша рахатын кешіп өмір сүремін деген. Ал екінші бағытында сол мән іздеп өмір сүру. Мән қуу дегеннің түбі сол қызмет дегенге ғана байланады. Бұл екеуінің де көрсеткіші қалай енді? Бұл қалай анықтаймыз? Қайсы дұрыс, қайсы бұрыс екенін дейтін болсақ, жалғыз ғана өлім деген мәселемен, ажал деген мәселемен ғана анықтайсыз. Көп тамыры, шешімі жоқ сұрақтарды осы ажал деген мәселе бізге ашып береді. Жақсы, өлім сәті таяған кезде қайсысы өзінің өміріне өкінеді деген сұрақты қоятын болсаң, міндетті түрде өмірде гедонистік өмірді таңдағандар, сауық сайран құрып, шетел аралап, қызықты өмір сүріп, барынша ақшаны жымқырып болсын, үйтіп бүйтіп болсын, байып, сосын ол ақшаны жаңағы өмірдің рахатына жұмсағандардың барлығы түбінде өміріне өкініш болады. Мысалы, біз мынаның ішінде енді ол ондай гедонистік өмір сүрген адам емес, бірақ сонда да мысал қылып келтіре берейін. Мысалы, Стив Джобстың мысалын берді, және Нұртас Қазыбаевтың өмірінің мысалын берді. Өмірінің соңында сол сұрақты екеуіне қойсақ, өзіңіздің өміріңіздің сапасына қанағаттанасыз ба, өмірде бірдеңеге өкінесіз ба деген кезде екеуі де осы сұраққа жауап берген. Стив Джобс айтады, егер маған өмірді қайтадан сүруге мүмкіндік берілсе, в принципе, осы жолмен ақ жүретін едім, бірақ мен отбасыма, достарыма көп қиянат жасадым, көп сатып кеттім,
соларға көбірек көңіл бөлетін едім. Отбасына мүлдем көңіл бөлмеген адам ғой. Қызы ренжиді, өзінің қызына мүлдем көңіл бөлмеген, танымайтын адам сияқты өсірген. Яғни оның өкініші жаңағы орны толмай өтіп кеткен дүниелер бар. Енді сол сұрақты Нұртас Қазыбаевқа қоямыз. Өміріңізді қайтадан бастауға мүмкіндік болса, қалай сүрер едіңіз? Нұртас Қазыбаев та тәп солай өмір сүріп шығар едім деп таңдайды сол жолды. Нұртас Қазыбаев та дәл солай сүріп шығар едім деп айтады. Оның да, Нұртас Қазыбаевтың да отбасына көңіл бөлуге мұршасы болған жоқ. Ол да семьясына қарауға мұршасы болған жоқ. Өйткені күндіз түні жұмыста, операция. Күніне 8 операция жасайды. Жоқ, 5 операция ғой деймін. Қателестім, 5 операция. Оның өмір бойы жұмысында жасаған 30 жылдық жұмыс тәжірибесінде жасаған операциясын әр күнге шығатын болсақ, күніне 5 операциядан келеді. Яғни ол операциялар енді әртүрлі, кейбіреу тез бітеді, кейбіреу операцияның ұзағы 8 сағатқа дейін созылады. Ол күніне 24 сағаттың бір 20 сағатын ауруханада жүреді. Сол жақта ұйықтайды, сол жақта өмір сүреді, анда-санда ғана балаларын көреді. Енді оған қоятын, өміріңді қайтып сүрер едің десе басынан, дәп осылай сүріп шығатын едім. Яғни ажалдың фонында екеуі де көп нәрсе, осындай сұрақтар, ашылмай тұрған сұрақтар жауабын шаға келеді. Біреу байдың баласы болып туылады. Оның жаңағы қандай да бір өмірдің табалдырығынан, өмірдің сатысынан өрлеуіне мүмкіндігі көп. Біреу кедейдің баласы. Бірақ ол нәрседе экзистенциализмге қызық емес. Сен жаңағы ойбай кедейдің баласы, сен өмірің қиын болыпты ғой деп мүсіркемейді. Бір ғана мысалды келтіреді. Адамның туылған кезде тағдыр біреулерге 6 қарындаш беріледі дейді. Біреуге 12 қарындаш бұйырады. 6 қарындаш деген мысалы түрлі түсті қарындаш. 6 түсті қарындашпен сурет салынған қандай, 12 түсті қарындашпен сурет салынған қандай. Соны айтады. Шын шебер суретші 6 түспен де керемет сурет тудырып береді. Бірақ нағыз шеберлер, хас шеберлер бір ғана қара қарындашпен де керемет шедевр сурет тудырады. Негізінде отбасы христиан-матиясында көптеген кітаптар бар ғой, жылдан жылға шығып жатқан. Солардың бір мамандықтың мәнін жаңағыдай айтып отқанымыз. Сол қазіргі таңда мектептерде оқулық ретінде пайдалануға бола ма? Қалай ойлайсыз? Мына мысалы мамандықтың мәні деген біздің кітабымыз. Мен кітапты біз жазып бастаған кезде ол туралы білмей қалдық. Қазір мектептердің барлығына Қазақстандағы профориентолог мамандар енгізіліп жатыр. Бұрын мектеп психологтар деген болатын, әр мектепте бір мектеп психолог. Сол сияқты енді әр мектепте бір профориентолог болады екен. Мен оны білген жоқпын. Білген жағдайда соған арнап бейімдейтін едім. Дегенмен соған қарамастан бұл кітап профориентологтарға негізінен өте қажет деп санаймын. Және маған бірнеше профориентологтар өздері келіп сондай пікір айтты. Мамандық сондай енгізілді мектептерге, бірақ біздің қолымызда ешқандай оқу құралы жоқ. Мына бізге керемет дүние болды. Бұл енді оқу әдістеме емес, әрбір мұғалім осыны алып пайдалана береді. Бірақ сол оқытушының өзіне қажетті құрал бұл. Астанада бізде кітап жәрмеңкесі болды. Сол кітап жәрмеңкесінде бірнеше профориентолог келіп маған сондай ұсыныс айтты. Біз профориентологтар жиналып, осы кітап бойынша өзімізге бір әдістеме жасайтын болсақ, сізбен жаңа ақылдасып, осы кітап бойынша бір өзімізге әдістеме жасап алсақ, келісесіз бе деп. Одан кейін де бірнеше мамандар маған шықты. Шынында да сол оқушыға арнап бермейсің. Әрине, қарапайым оқушы өзі де алып оқи береді. Енді қалған ақпараттарды көрермендерге осы кітаптан алатынымызды айтайық. Алматы қаласы бойынша отбасы христиан-матиясының өзінің офисі бар. Астына байланыс телефондарымен тастап кетеміз. Каспий дүкендерден алуға болады. Каспийде де бар, бүкіл қалаларда отделениелер бар. Сұхбат барысында Бейсен ағамызды қозғамасақ болмас. Жарыңызбен Бейсен ағаның қолдауының арқасында шаңырақ көтеріпсіз. Осы туралы кеңінен қозғасақ, Бейсен ағамыз қандай кісі еді? Көптеген жұптарды қосқан, себепші болған кісі ғой, былайша айтқанда. Сол туралы айтып өтсеңіз, тарихыңызды қалай қосылдыңыз жарыңызбен? Бейсен Құранбек кісі маған ұстаз. Біз отбасы христиан-матиясында ол жайлы кітап шығардық қой. Ол да өте көп сатылды. Былтыр меломан бойынша ең көп сатылған 10 кітаптың қатарына енді. Сатылымның деңгейі әлі күнге дейін түскен жоқ. Екінші жыл кетіп бара жатыр, бірақ әлі күнге дейін көп сатылады. Жастар көп оқиды.
Шынында өзіміздің фонд үшін, осы отбасы хрестоматиясы қоры үшін өте бір сәтті кітап болды. Енді бұл кітап бұл кісінің өмірі шынында да кітапқа лайық дүние. Мен ол кісінің қасында 5 жыл бойы бірге жұмыс жасадым. Айту оңай бағдарлама. Айту оңай бағдарламасының несіне ол кісі өзі шақырды, мен өзі қасында болдым. Сондықтан да ол кісінің өміріндегі көп естеліктерге өзім куә болдым. Кітаптың ішінде біраз естеліктерді келтірдім және жинадым. Сол ұжымдағы басқа адамдардан соған септігім тиді. Ананың ішінде менің жаңағы қалай отау шаңырақ құрған кезіндегі оқиғада бір қысқаша ғана формада берілді, бірақ ұзын енді ол бір арнайы тақырып болса айтылса ұзағынан аспай айтуға болатын шығар, негізі жеке тақырып, бірақ ол кісі сондай бір қанша цифрын ұмытып қалдым, 300-400 жасты қосқан адам болды. Бірақ қосқан деген кезде бір екі адамды таныстырып жіберген деген ондай жеңгетайлық емес. Бұл кісі бастан аяқ араласып, мынаның мінезі анаған келеді, екеуің танысқаннан кейін екеуінің арасында қандай қиындықтар болып жатыр, толық араласып, тіпті тойды қалай жасайсыңдар, кім қай жерге қанша апарады, соған дейін араласады. Ең соңында сәт бұл кісінің жаңағы сөйтіп араласып жүріп қосқан жастарының арасында бір сәтсіз ажырасып кетті деген мен жаңағы 300-400 адам қосылды дедім, сол бірақ оқиға естідім ау, оның өзі сол кезде айтып жүретін, бұл кісі мына екеуінің қосылуында бір шикілік бар негізі. Басында мен араласқан кезде басқа бір ниет араласып кетті деп айтып жүретін. Бір сондай бір ақжүрек кісі ғой, менің де өміріме солай араласты. Тікелей мені бір таныстырды өзі, мына қыз саған жар болуға. Тойда таныстыңдар, иә, қателеспесем? Иә, ешқандай ойда жоқ та, бір мен үйде есіктің алдында жұмыс жасап жүрген, бұл кісі асығып бір тойға кеттік. Мен сол үйдегі жаңағы киімді де ауыстырмай, далада қара жұмыс жасап жүрген киіммен бірге тойға кетіп қалдым. Тойда жаңағы қыз жолдас сөз сөйлеп жатыр. Мына қыздың сөзі дұрыс, өте мінезі керемет қыз, сен таныс деп. Енді біз жастар қалай істейміз? Ой, не көп қыз көп, таныс десе барып таныса алмаймын ғой деп, жаңағыдай кішкене нетіп шеттеп, жоқ сен таныс деп, соңынан келіп таныстырып, екеумізді беттестіріп, сөйтіп енді ақыры бесенаға сонша таныстырып тұрғаннан кейін жаңағы салғырттық танытып қоя салмайсың, бір кездесіп шай ішейік деп ойладым сол қызбен. Сөйтіп қаланың осы Алматының бір кафесіне шақырып екеуміз шай іштік. Сол кезде бір отырғаннан ақ мен де шынымды байқадым. Бесенаға жаңағы сырттай қарап байқаған нәрсе шынында оның мінезі, сөзі, ойы бәрі сол жерде болды. Сол сияқты менің өміріме сол бесенаға сол танысқаннан кейін де қадағалап, не болып жатыр, қай деңгейге жеттіңдер, ең соңында менің тойға киіп баратын костюмыма дейін тексеріп, мынауың болмайды, мынау тойда барлығына күйеу бала қандай екен деп қарайды, сен мына костюм басқа костюм ал деп өзінің ақшасынан костюм алғызып сондай деңгейге араласты. Тіпті той болып біткеннен кейін де жаңағы сендер мынандай нәрседен сақ болыңдар, мынадай нәрсеге қазірден бейімделіңдер деген сияқты ағалық кеңесі. Соның арқасында шығар біздің отбасымызда ешкім соңына дейін кепілдік беріп сөйлей алмайды, бірақ біздің шаңырағымыз өте бір сәтті құрылды деп өзім ойлаймын. Керемет аға. 2021 жылы Бейсенаға қайтыс болған кезде көптеген қазақтың қабырғасы қайысты. Бүткіл қазақ қоғамы. Сол кезде Бейсенаға ауырып жатқан кезде әлеуметтік желіде соңғы пост жариялаған болатын. Келесі күні ештерін ауырмаудың, оянып ауырмаудың өзі жарты бақыт деген екен. Керемет айтқан. Сол сөз маған қатты ұнады. Аға, соңғы рет Бейсен ағамыздың басына қашан құран бағыштадыңыз? Соңғы рет осы бір-екі ай бұрын ғана біз Талдықорғанға барып, шараға, қандай шараға барғанымыз есіме түспей тұр. Әрбір Талдықорғанға барған сайын біз міндетті түрде басына барамыз, сол жаңағы жеңгейдің барып қолынан шай ішеміз, міндетті түрде бір сондай салт болып қойған. Былайша айтқанда Бейсен ағамыз дінді де енді басына барып құран бағыштағанымыз сол 2 ай бұрын болғанымен біздің үйде өзіміз сондай дәстүр бар. Міндетті түрде жұма күні шет-шетпек пісіреміз. Ол үзілмейді. Соңғы осы бір 10 жылдан бері үзілген емес шығар.
міндетті түрде бейсен ағаның аты аталады сол құранның ішінде. Сондай бір біздің үйде аты аталып түсінде көріп тұрасың, міндетті түрде ағаң болғаннан кейін, ұстазың болғаннан кейін сондай нәрсе бар. Бір керемет сөз бар ғой, жақсы адамдар мүміндердің жүрегіне жерленеді деп. Барлығымыздың жүрегінде жерленді. Бақыл болсын. Аға, бағдарламамыздың біздер аяқ жағына келіп қалдық. Қысқадан нұсқа сұрақтарым бар. Қысқа жауап берсеңіз. Соңғы оқыған кітабыңыз қандай? Енді авторын ұмытып отырмын. Экзистенциализм для терапевта деген кітапты қарастырып жатырмын дәл қазір. Бұған дейін бір-екі рет оқыған едім. Қайтадан өзім көбірек алған кітапты неғұрлым көбірек оқи берсең содан. Бір мексиканский автор, ұмытып тұрмын есімін. Жақындарыңыз үшін өзіңізді құрбан қылуға дайынсыз ба? Енді ол жерде де енді мен ауызша я жоқ деп айта беруім мүмкін. Бірақ жеме-жемге келген кезде кімнің қандай әрекетке баратыны тек қана сол ситуация көрсетеді. Әрине құрбан болуға дайын деп мен айта беремін, бірақ ситуациясы келгенде қиындау көрсетеді. Аға, мұсылмандық, сабырлылық, шыдамдылық қай кезде өлшенеді деп ойлайсыз? Или басында бір қиын жағдай түскенде ме? Олай деп айтуға болады. Өмірде пограничный ситуация деген термин бар. Бұған арнайы. Немесе жер сілкінісі деп те бір термин бар бұның философияда. Яғни адамның шынайы болмысы сондай бір өмірдің ең ауыр қайғыларымен бетпе-бет келген кезде көрінеді дейді. Сол кезде ғана адамның күнделікті тұрмыста, күнделікті қоғамда қырғын адам жүріп жатыр, қырғын адам эфирден сөйлеп жатыр, телефондан рилстан қырғын адамды көріп жатсың, бәрі адам сияқты көрінгенмен оның басым көпшілігі қуыс кеуде дейді. Мынау кеудесінде ешқандай құндылық жоқ, өмірдің соқпағына, соққыларына дайын адамдар емес. Ол қай уақытта оның дайын емес екенін көрінеді деген кезде екі-ақ түрлі жағдай. Біреуі жаңағы қайғымен бетпе-бет келген кезде, біреуі өзімен өзі бетпе-бет келген кезде дейді. Кімде де Хайдеггер философ та соның бір мысал келтіреді. Адамның өмірі бүкіл өмірі өзінен өзі қашумен өтеді дейді. Яғни сенің ішіңде бостық тұр, өзің қуыс кеудесің, өзің сол бостықты көріп қалмау үшін, сол бостықпен бетпе-бет келіп қалмау үшін барынша неғұрлым сауық сайранға, неғұрлым жаңағы бір қызықты бір хоббилерге, аңға, шетелге саяхатқа, бір сондай бір дүниелерге қызыға береді. Яғни ал қандай жағдайда ол ондай мүмкіндігінен айырылады деген кезде пограничный ситуацияға, мысалы ең бір жақын деп жүрген, жақсы көріп жүрген адамның қайтыс болған кезде, немесе бір үлкен қызметтен түсініп қалған кезде, адам өмірдің мәні не деген жалпы сұрақ қандай кезде ойлайды? Сондай бір тупикке тірелген кезде, тығырыққа тірелген кезде, жаңағы жалпы не істеп жүрмін, жерде не үшін жүрмін деген кезде сол кезде бүкіл адамның ішіндегі жаңағы сен айтқан сабырлық болсын, адамның бойында не бар, көкірегінде қандай құндылықтар бар, соның барлығы сондай кезде көрініп қалады. Өмірде сіз үшін не маңызды? Өмірде сұрақтарым келген екен сен. Ойланар сұрақ, иә? Ешік қоймаған сияқты сізге. Әміржан қосанов кадасын қойдың ба? Қойғам, барлық кісіге қойып шығамын. Қарап алуым керек еді, дайын келіп сайрап тұратын енді. Өмірде не маңызды дейсің ба? Иә. Енді өмірде не маңызды деген сол қазақтың қарапайым сөзімен сіз бен біз деген сұрақ қой. Сыйластық адамдардың арасындағы ең маңызды нәрсе. Біреудің көңілі, жалпы түркі қазақ дүниесінде жалпы ең құнды бағалы дүние ол көңіл деп айтады. Сол шығар. Әбіш Кекілбаевтың сөзі бар ғой, бір кісі сұрақ қояды ол кісіге, өмір дейтін не дейді? Сол кезде Әбіш ағамыз өмір дейтін пейіл деген екен. Кейбір кісілер өмірді күрес деп көреді, бірақ Әбіш ағамыз кемеңгер кісі ғой, пейіл, махаббат деп әдемі жауап береді.